Сәлеметсіңдер ме, балалар? Біз бүгін жер ғаламшарында неге тіршілік бар тақырыбын өтетін боламыз. Жансыз табиғаттағы негізгі үдерістер. Бір қозғалыс. Желдің соғуы. Бұлттардың жылжуы. Өзен суының ағуы. Екі өзгеру. Судың қату, еруі, булануы. Күн мен түннің ауысуы. Жыл мезгілдерінің өзгеруі. Үш жылу алмасу. Күннің жерді қыздыруы. Түнде жердің салқындауы. Төрт жарық құбылыстары. Күн сәулесінің түсуі. Көлеңкенің пайда болуы. Кемпір қосақ. Бес табиғи құбылыстар. Жаңбыр, қар. Найзағай. Тұман. Бұл суретте көрсетілген үдеріс табиғаттағы ауа массаларының айналымы, немесе атмосфералық циркуляция деп аталады. Үдерістің атауы. Экватордан полюске дейін ауа массасының айналымы. Үдерістің кезеңдері түсіндіріп беру. Бір күннің қыздыруы. Күн сәулесі экваторға тік түседі. Экватор маңындағы ауа қатты қызады. Екі жылы ауаның көтерілуі. Қызған ауа жеңіл болады да жоғары көтеріледі. Экваторда төмен қысым қалыптасады. Үш ауаның полюске қарай қозғалысы. Жоғары көтерілген жылы ауа полюстерге қарай ағады. Осы қозғалыс кезінде жел пайда болады. Төрт полюсте ауаның салқындауы. Полюстерде ауа суып, ауырлайды. Суық ауа төмен түседі, жоғары қысым. Бес суық ауаның экваторға қайтуы. Төмен түскен суық ауа жер бетімен экваторға қарай қозғалады. Осылайша ауа үздіксіз айналып отырады. Күннің балалары сөзінің мағынасымен шығуы. Бір күн тіршіліктің көзі. Күн жерге жарық пен жылу береді. Онсыз өсімдікте, жануарда, адамда өмір сүре алмайды. Сондықтан барлық тіршілік иелері күнге тәуелді. Екі балалары деп неге айтылады? Ежелден адамдар күнді қамқоршы, өмір сыйлаушы, табиғатты оятушы күш деп түсінген. Сол себепті адамдар мен тірі ағзаларды күннен тараған. Күннің жылуы арқылы өмір сүретін жандар деп күннің балалары деп атаған. Үш бейнелі мағынасы. Бұл тіркес. Жарықты сүйетін. Өмірге жақын. Табиғатпен үйлесімді өмір сүретін адамдарда. Сипаттау үшін айтылады. Неге күн сызбаның ортасында орналасқан? Күн сызбаның ортасында, өйткені ол зат айналымының негізгі қозғаушы күші. Күннің жарығы мен жылуы болмаса, өсімдіктер өспейді. Қорек түзілмейді. Жануарлар тіршілік ете алмайды. Зат айналымы жүрмейді. Яғни күн барлық үдерістерді қозғалысқа келтіреді. Айналымның басы қай жерден басталады? Зат айналымы өсімдіктерден, асыраушылардан басталады. Өсімдіктер күн сәулесін, суды, көмір қышқыл газын пайдаланып қоректік заттар түзеді. Зат айналымындағы заттардың қозғалыс логикалық тізбегі. Дәптерге осылай жазуға болады. Күн өсімдіктерге жарық пен жылу береді. Өсімдіктер биорганикалық заттардан органикалық заттар түзеді. Жануарлар өсімдіктермен қоректенеді. Өсімдіктер мен жануарлар өлген соң қалдықтар пайда болады. Тазалаушылар, бактериялар, саңырауқұлақтар қалдықтарды шірітеді. Заттар топыраққа минералды күйде қайта оралады. Минералды заттарды өсімдіктер қайта пайдаланады. Зат айналымы немен тұйықталады? Зат айналымы минералды заттардың топыраққа қайтуымен тұйықталады. Содан кейін айналым қайтадан өсімдіктерден басталады. Зат айналымындағы рөлдер піл тұрған сызба бойынша. Сызбада тірі ағзалар үш топқа бөлінген. Асыраушылар, қоректенушілер, тазалаушылар. Бір асыраушылар, өсімдіктер. Күн сәулесін пайдаланып, су мен көмір қышқыл газынан қоректік заттар түзеді. Барлық тіршілік иелеріне қорек пен оттегі береді. Мысалы, ағаш, шөп. Екі қоректенушілер, жануарлар.
өсімдіктермен немесе басқа жануарлармен қоректенеді. Дайын қоректі пайдаланады. Көмір қышқыл газын бөледі. Мысалы, піл, басқа жануарлар, адам. Үш тазалаушылар, бактериялар, саңырауқұлақтар. Өлген өсімдіктер мен жануар қалдықтарын шірітеді. Оларды минералды заттарға айналдырады. Минералдар топыраққа қайтады. Табиғатты тазартып, айналымды жалғастырады. Қорытынды, логикалық байланыс. Асыраушылар, қоректенушілер, тазалаушылар, топырақ, асыраушылар. Бір ауа қалай қызады? Ауа күн сәулесімен қызған жер беті арқылы қызады. Жер қызған соң оған жанасқан ауа жылынады. Екі жазда тау басындағы қар неге ерімейді? Тау басында ауа температурасы төмен, күн сәулесі әлсіз түседі. Сондықтан қар ерімей сақталады. Үш, неге ауа райын болжағанда желдің бағытын білу маңызды? Жел жылы немесе суық ауаны жауын шашынды алып келеді. Сондықтан жел бағыты ауа райын болжауға көмектеседі. 4. Қандай жағдайда су сұйық күйінен қатты күйге айналады? Су 0-тан төмен температурада сұйық күйден қатты күйге, мұзға айналады. 5. Сен тұратын аймақта осындай табиғат құбылыстарын жылдың қай мезгілінде байқауға болады? Мұндай құбылыстарды қыс мезгілінде қар, мұз, көктемде еріген су, булану байқауға болады. 6. Үйіңнің қасындағы үлкен су нысаны кішірейе ме? Неге? Иә, жазда кішірейеді, себебі су буланады. Буланған су кейін бұлтқа айналып, жаңбыр түрінде қайта түседі. Бұл су айналымы. 7. Жануарлар тіршілігіне қажетті химиялық заттарды қайдан алады? Жануарлар қажетті заттарды өсімдіктерден, басқа жануарлардан, судан алады. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.